Өмір шыңға шыққанмен бірдей, асықпай шығасың, зымырап түсесің. Нәпақа табам деп өмір сүруді ұмытып кетпе. Сіз өмірді қаншалықты бағалайсыз? 64. Неге 64 дедіңіз? Сіз өмірді қандай өлшеммен бағалау керек деп ойлайсыз? Жоқ, мен неге 64 дедіңіз? Мысалы, неге 73 емес деп сұрап отырмын. 73 десем де, осы сұрақты қояр едіңіз ғой. Жазушының бір ғана қабілеті бар. Ол өмірдегі шындықты көзімен көріп, оны нағыз шебердей суреттейді. Қалғандары 200 адамның тірлігі ғана. Өмір қимылды талап етеді. Өмірдің мәні не? Айналаңа қызмет етіп, көмек көрсету. Мен өзімнің ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін. Әкемнен өмір алсам, ал Аристотельден өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым. Адам кірпіш сияқты, күйген сайын қатая түседі. Адам керуен, өмір жол. Өлгеннен сұра дер едім, тірі жандарға өмір дегеннің не екенін. Мен соңғы 33 жылымда таңертең айнаға қарап өзіме былай деп сұрақ қоямын. Егер бүгін менің өмірімнің соңғы күні болса, бүгінгі ойлаған жоспарымды іске асыра аламын ба? Өмір деген осы бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп, өмір өзен ағысын өзгертпейді. Өмір егер ащыны бермесе, тәттіні білер медік. Тәттіні бермесе, ащыны білер медік. Тарих рахымсыз. Ол ғұламаны да, білгірді де, өнер иесін де, хандар мен патшаларды да аямайды. Ол өз заңына қарсы келгендердің бәрін езіп, жаншып жүре береді. Тарих заңдары кері қайтуды білмейді және оны жаратпайды. Өмірді жақсы көру керек, ең ұсқынсыз формада болса да. Адамның бүкіл өмірі өзін-өзі жұбату, өзін-өзі алдау. Өлімнен де ауыр ит, өмір кімге керек? Сенің ең бақытсыз тұтынушың, бұл сенің ең маңызды өмірдегі сынағың. Өмір бойы сүйіп махаббатыңды төккің келетін адамды да таңдай біл. Мен бұл өмірде маңдайыма не жазғанын ешқашан білген емеспін, бірақ бір ұлы іске жаратылғанымды әрқашан білдім. Сен жаудан қашсаң, өмір сенен қашады. Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Жер десе дірілдемей болмайды. Жер мәселесі өмір сүру мәселесінің зоры. Қазақ әдебиетінің ішіне қазақ өмірін түгел суретімен алып кіру әдебиеттің ендігі міндеті. Жер бетінде ақмақтарсыз өмір сүру қызықсыз болар еді. Өмірдің ең тәтті қызығы адал достарыңның көп болуы. Өмір бір-ақ рет беріледі, сондықтан неге оны пайдалы қылып өткізбеске? Өмірде өтіріктің 3 түрі бар. Жай өтірік, көзіңізді бақырайтып қойып айтылатын бетсіздердің өтірігі және статистика. Өмір сүрудің 2 заңын білген адам бақытты болар. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Байлық бұл өмірді соңына дейін сезе білу қасиеті. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып хақың бар жүгіруге. Мен ең әуелі сырт көрініске назар аударушы едім. Өйткені адам өмірінде оның үлкен мәні бар. Салдыр салақ адамның іс-әрекеттері сүйкімді болады деп ойлаудың өзі қиын. Дәл қазір қолыңызда өмірдің қиын қыстау кезеңіне төтеп беруге көмектесетін дүниенің барлығы бар. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен, досы көп, ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Сынық қанат көбелек, ол да өмір іздемек. Дүние түске дейін кез, түстен кейін мүйіз болып кетуі әп-сәтте. Кедейлік пен борышқор болудың айырмашылығы бар. Екіншісі уақытша болса, біріншісі өмір бойына. Тек ақиқат білім ғана күдік туғызбайды. Ол өмірді бағалауға, тұрмыс құруға үйретеді. Өмір кеме, жүзем онда демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз. Ғалымға азық берер қайнар көзі кітап бетімен, лаборатория аумағымен ғана шектелмейді. Өмірді танумен,
еңбек адамның жасампаз ісін танумен кең өрісін табады. Адамның негізгі міндеті күнелту емес, өмір сүру. Біліміңді еңбек пен өмірдің өзінде шыңдап отыр. Сонда ғана білім деп аталатын асыл тас ешқашан тот баспастан жалтырай да жарқырай береді. Адамның басшысы ақыл, шолушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр, сынаушысы халық, таусылмайтыны арман, ең қымбаттысы ар сақтау, бәрінен ардақтысы өмір сүру, соның ішінде ең тәттісі сыйластық. Әлемдегі үздік білім өмір үшін күресте беріледі. Ғылымды үйреніп, оны өмірге қолданбаған кісі жерін айдап, дәнін сеппеген адамға ұқсас. Ғұмырыңды ұзартқың келсе, тамақты тарта іш. Бұл қандай өмір, егер ол достарымның өмірімен төленген болса? Өмір еңбексіз ештеңе бермейді. Кәрілік екі көзді қызартады, сүйектің етін сылып ұзартады. Еңкейсең етпетіңнен түсіргендей, батпаңдап тізе тұсқа тұзартады. Болған шақтың өз сұлулығы бар, өз қызуы, ұшқырлығы бар. Өмірде адам не көрмес, көтергенмен кеудесін жақсыға жаман тең келмес. Терең су жай ағады, ақылды адамдар тыныш өмір сүреді. Меніңше бұл өмірде махаббаттан асқан қазына жоқ. Талас тартыс жоқ болса, өмір абақтыға айналар еді. Достарды екі топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі белгілі бір уақыт қана сіздің өміріңіздің қонағы болса, екіншісі қандай қиындық туса да қасыңыздан кетпейтін жандар. Оларды бағалай білу керек. Өйткені олар өмір бойы сіздің қасыңызда болады. Таңертең оятқышыңыздың шырылдамай қалуы өміріңізді өзгертіп жіберуі мүмкін. Адамдардың сыпайыгершілікке уақыты жетпейтіндей, өмір соншалық шолақ емес. Жалғыздықпен өмір сүру және одан рахаттану ұлы қабілет. Түрмедегі ең қорқақ адам оның директоры. Өмір тәтті, бүгін қолың жеткенде, удай ащы, ертең тастап кеткенде. Ұрлаған ұры емес, ұсталған ұры. Махаббат қашанда трагедиялы болады, ол өмірдің заңдылығы. Оқы және үйрен, маңызды кітаптарды оқы, қалғанын өмірдің өзі түсіндіріп береді. Адам жүрексіз өмір сүре алмайтыны сияқты, отансыз да өмір сүре алмайды. Өмірде кездесетін әр қиындықтың бір қуанышы болатынын ұмытпаған жөн. Қандай жағдай болса да, өмір тоқтап қалмайды. Осыны ескеріңіз. Өзіңіздің істеріңізге өзіңіз сүйсініп қарайтындай етіп өмір сүріңіз. Ақылды адам өмірге бейімделуге тырысады, ал ақылсыз өмірді өзіне бейімдегісі келеді. Айналамызда ерекше заттар көп, бірақ жазушылар бізге қарапайым, күнделікті өмірдегі оқиғаларды айтады. Адам анасынан туған күні ғана дүниеге келмейді. Өмір сүру барысында да мың өліп, мың туылады. Жаман болса әйелің, арманда өтер өмірің, артылғандай есекке. Дүние бірде бал, бірде у ұсынар. Барлық тамаша кітап бір-біріне ұқсас келеді, себебі олар өмірден шынайы. Бұл өмірде мені айналып өткен аурулар өте көп, сондықтан мен өзімнің осы өміріме де ризамын. Бейнет көрме, біреуге бейнет берме, дүние алдамшы, өмір қу деп елірме. Қамдан, сақтан қалғып бақ бәле келсе, бәрін Құдай қылады дегенге ерме. Кейде бір жамандықтан кейін екінші жамандық күтіп тұрады. Алайда оған бола өмірден түңілудің керегі жоқ. Әлі алда талай тамаша күн туатынына сеніңіз.